Екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші. Оны қысқаша ЕОБ деп белгілейміз. Екіне одан да көп сандарды қалдықсыз бөлетін осы сандарға ортақ ең үлкен бөлгішті сол екі санның немесе одан да көп сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші деп атаймыз. Мысалы, 18-дің бөлгіштерін жазсақ, 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24-дің бөлгіштерін жазсақ, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Енді осы екі санның бөлгіштерінің ішіндегі ортақтарын алатын болсақ, 1 бар екеуін ортақ, және 2 бар, 3 бар, 6 бар. Солардың ішіндегі ең үлкені 6 болғандықтан 18 бен 24-тің ең үлкен ортақ бөлгіші 6 деп аламыз. Оны қысқаша түрде ЕОБ жақша ішінде сол екі сан белгіленеді, тең ең үлкен ортақ бөлгіші жазылады. Енді осы ең үлкен ортақ бөлгішті табудың тиімді тәсілі Евклид әдісі. Бұны қалай орындайды? Бұл үшін сол берілген екі санды қатар жазамыз. Кіші санды өзінің астына қайталап жазамыз, ал үлкен санның астына кіші саннан айырмасын жазамыз. Яғни 24-тен 18 алғанда 6. Келесі 18 бен 6 деген екі сан қатар жазылады. Тағы да сол алгоритмді қайталаймыз. Яғни 18 бен 6, кішісі 6 өзін жазамыз. 18-ден 6-ны аламыз, 12-ні жазамыз. Үшінші кезекте 12 мен 6 екі сан қайталанды. Тағы да сол алгоритмді қайталаймыз. Кішісі 6, оны өзін жазамыз. 12-ден 6-ны аламыз, 6. Енді осы екі сан теңескен кездегі сандаламыздағы сол екі санның ең үлкен ортақ бөлгіш есебінде аламыз. Яғни, мұны қоршап қойған 6, сол 18 бен 24-тің ең үлкен ортақ бөлгіші болып есептеледі.